Бүгін таңғы асқа осындай өте әдемі балған құймақ жасаған болатынмын. Дәмі өте керемет болып шыққан. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап бір қалыпқа келгенше араластырып алатын боламыз. Үстіне осылай 4 ас қасық шекерді қосамыз. Шекерді қалауыңызша көп не аз қоссаңыз болады, бірақ көп қоссаңыз құймақтарыңыздың арасы қытырлақ болып қалуы әбден мүмкін. Осылай шекер мен жұмыртқаны араластырғаннан кейін үстіне тағы да 4 ас қасық пісте майды қосамыз. Мен мұнда жарты стақан салқын сүтімді және жарты стақан ыстық суымды қосқан болатынмын. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 3-4 қасық ұнды қосып бір қалыпқа енгенше осылай жақсылап фенчикпен араластыратын боламыз. Әркім арқылы жасайды. Мысалы, біреулер миксермен жасағанды ұнатады. Мысалы, мен бұл жолы тек венчиктің көмегімен ғана қамырды дайындаған болатынмын. Сіз қаласаңыз, миксермен де жасасаңыз болады. Бір қалыпқа енгеннен кейін қалған ұнымызды және қопсытқышымызды қосатын боламыз. Жақсылап осылай бір қалыпқа қою болып шығу керек. Сосын қалған сүтімізді және қалған ыстық суымызды қосатын боламыз. Жақсылап бір қалыпқа енгенше араластырамыз. Сосын дайын болған құймағымыздың қамырын бөлме температурасына 10 минутқа тұндыруға жібереміз. Міне менде осындай кішкене қоймалжың болып шықты. Қызып тұрған табада екі жағын алып пісіріп шығатын боламыз. Негізі бұл құймаққа тек сумен ғана істеуге болады, бірақ мен кішкене сүт 2-ге 2 қылдым. 300 грамм сүт, 300 грамм су қосқан болатынмын. Сіз қалауыңызша тек қана сумен де істесеңіз болады, бірақ маған сумен жасаған онша ұнамайды. Құймақтарымыз осылай тез пісіп шығады. Дәмі өте керемет болып шыққан, нәзік, балғын, қанты да барлығы өзіне идеально болып шықты. Қатты тәтті емес, керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет.